Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бағбан ханымның өсімдіктер әлеміне қош келдіңіз. Бүгін каналымда тіля деген зиянкес жайлы айтатын боламын. Себебі менде, дәл айтсақ, капуста мен перецке тіля деп аталатын зиянкес шабуылдапты. Көшетімнің түріне қарасам, түсі өңіп тұр екен. Қарасам, бұл көшеттің астында тіля толып жүр. Яғни бұл тіля қайдан келді? Мен күн жылыған кезде басқа көшеттерімді, гүл көшеттерін және қызанақтың өскен көшеттерін есік алдына жарық жеткілікті болсын деп шығарған болатынмын. Даладан алып келді. Және ол тіля ең әлсізіне, жаңа өсіп келе жатқан жас көшеттерге, жас жапырақтарға тиіседі. Соған қарағанда мына қызыл капустаны соңғы еккенмін. Сондықтан осы екеуіне шабуылдап тұр. Қалған қасындағы өсіп кеткен көшеттерге тиіспеген екен. Тіляны көріп тұрсыздар, иә? Үстері сізде видеода қаралып көрініп тұрған болу керек. Осы тіляны обработка жасаймын, яғни өңдеу жүргіземін. Биопрепарат қажет, фитоверм, фуфанон, нова деп аталады. Осы екі препаратты бірінен кезек бірін пайдалануыңызға болады. Яғни бірінші фитовермді пайдалансаңыз, екінші аптада фуфанон, нованы, яғни бір аптадан кейін пайдалануға болады. Сөйтіп кезектестіруге болады. Зиянкес көбейіп кеткендіктен және басқа қасындағы көшеттерге зиян тигізбес үшін екі препаратты бір ыдысқа қосып араластырдым. 2 литрлік ыдысқа препаратты фитовермді бір ампуласын және фуфанон нованың бір ампуласын құйдым. Және де қасындағы көшеттерге зияны тимес үшін, яғни ол көшеттерге де көшеді ғой, өйткені бір жерде болған нәрсе ол екіншіге де көшеді. Соларды профилактика үшін оларға да өңдеу жүргіземін. Яғни барлық осы стеллажымда тұрған барлық өсімдіктерді, барлық көшеттерді, гүлдерді осы препаратпен өңдеу жүргіземін. Бұл препаратпен өңдеуді бір аптадан кейін қайтадан қайталау қажет болады. Әзірше осы препаратпен өңдеу жүргізіп қоямын, нәтиже күтеміз, бұйырса нәтижесін көретін боламыз. Айтылған ақпарат сізге пайдалы болды деп ойлаймын. Егер сізге пайдалы болса, комментарийда өзіңіздің пікіріңізді білдіріп кетіңіз, лайк басыңыз және мені қолдап қойыңыз. Менің каналыма жазылыңыз, подписаться деп аталатын кнопканы міндетті түрде басып қойыңыз және колокольчик басуды ұмытпаңыз. Келесі салған видеоларымды өткізбей қарап отыратын боласыз. Арада 3-4 күн өтті. Міне 3-4 күннен кейін қарасақ, щитовканың ізі де қалмаған, яғни барлығы өліп қалған. Маған екінші рет өңдеу жүргізу қажет болмады. Бір өңдеу жүргізгеннен барлығы жоқ болды. Бұл жақсы нәтиже. Сізде пайдаланыңыз фитовермді, сіздерге ұсынамын. Көшеттеріңізді, гүлдеріңізді уақытылы қарап, қадағалап, ауруға жеткізбей, зиянкестің пайда болуына жеткізбей, алдын ала айына бір өңдеу жасап тұрыңыздар. Мен берген ақпарат сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.